Сәлем достар, бұл өмірде барлығымызда жетістікке жетуді қалаймыз. Ол үшін ең алдымен жетістік сөзінің мағынасын түсініп алайық. Жетістік дегеніміз бұл адам бойындағы барлық дарындылықты іске асыру және барынша оны осы өмірде пайдалана білу. Жетістікке жетудің алғашқы қадамдарының бірі жалқаулықтан құтылу және өз өміріңе өзіңнің жауапты екеніңді ұғына білу. Жетістікке жетудің қарапайым жолдарының бірі үнемі күлімдеп жүру. Өйткені адамдар ашық жүзді, жайдары адамдармен жұмыс істегенді ұнатады. Сонымен қатар тазалыққа мән беру керек. Шаштың таралуы, киімнің үтіктелуі секілді жайттарға мән берген жөн. Жұмысыңызға уақыттылы келіңіз. Әрбір атқаратын ісіңізді тиянақты атқарыңыз. Бүкіл жиналыстар мен кездесулерге уақыттылы келіңіз. Әріптестермен тәжірибе алмасыңыз. Өз салаңызға қатысты семинарларға қатысыңыз, біліктілігіңізді арттырыңыз, өзіңізді жетілдіріңіз. Бұл өмірде қандай да бір жетістікке қол жеткізгіңіз келсе, онда адал болыңыз. Іс-әрекетте, жұмыс барысында, қарым-қатынаста адал, сенімді болыңыз.